Қайырлы күн достар, бүгін Алматыда ауа райы тамаша болғаны сонша сыртқа шығып қадырғым келіп тұр. Бұны ағылшынша қалай айтуға болады? The weather outside is so nice that I want to walk there and never come back to the office. Міне, мен дәл қазір бір қызықты құрылымды қолдандым. Мүмкін байқадыңыз, иә? The weather is so nice that. Біз әдетте әртүрлі өмірімізде болған заттардан эмоция алып, әсер алып, өзіміздің кейінгі іс-әрекеттерімізді жоспарлаймыз, иә? Немесе жалпы осындай себеп салдарын көрсетеміз. The lesson was so interesting that I watched everything until the end. Сабақ қызық болғаны сонша мен басынан аяғына дейін бәрін қарап шықтым. Немесе the game was so exciting that the fans went crazy in the end. Бұл ойынның қызықты және жалпы эмоционалды болған сонша фанаттар аяғында вообще қуып кетті. Бұл жердің барлығында біз осындай себеп салдарды көрсетеміз, иә? It was so және adjective сын есім және аяғында оның алып келетін салдар. Бүгін осындай құрылымдарды so және тек қана so емес such пен бірге құрастырып үйренеміз достар. Біріншісі әрине so құрылымын қолданып үйренейік. Бұлардың барлығы consequence, яғни салдарды сипаттаған кезде қолданылады. Мысалы, the flight was so long that I felt exhausted. Ұшқанымыз соншалықты ұзақ болды, мен қатты шаршап кеттім. Денкем құрып тұр, иә? So long that. That неге жақшада тұр? Себебі that айтпасақ да болады. The flight was so long I felt exhausted. Яғни бұл жерде біз себеп салдарын көрсетіп жатырмыз, иә? It was so long. Ол соншалық ұзақ болды және оның салдары ретінде өзімді мүлдем шаршағандай сезініп қалдым. So-ды тек қана сын есімдермен ғана емес, жалпы үстеулермен де қолдануға болады. The flight attendant came so quickly, that I didn't even notice how she was around. Менің жалпы стюардессам, осы бортпроводница соншалықты тез келді, оның қалай келгенін өзім де түсінбей қалдым. So quickly. Біз бұдан бөлек зат есімдермен де қолдана аламыз, дәл осындай consequence-ті көрсету үшін, себеп салдарды көрсету үшін. There were so many people that we almost lost our way. Мысалы, мынау өте адамдарға толы көшеде болған түсірілген сурет, ол жерде адамдардың көп болған сонша біз жоғалып қала жаздадық. There were so many people that we almost lost our way. Ал енді so much-ты да көріп тұрмыз, осы кестеде. So much, so many-дің айырмашылығы қандай? Естеріңізде болсын, тек қана осы ережеде емес, жалпы ағылшын тілінде so much деген санауға келмейтін зат есімдермен қолданылады. Ал so many санауға келетін көпше түрде тұрған зат есімдермен. Мысалы, былай мынандай сөйлем құрастырып көрейік, There was so much water that it was super hard to clean it up. Ол жерде судың көп болғаны сонша, оны тазалау мүмкін емес болды. There was so much water. Неге water мен so much-ты қолдандым? Себебі water-ды санауға болмайды, ол саналмайтын зат есім. Бірақ people көпше түрде тұрған саналатын зат есім. Сол үшін so many-ді қолдандық. Ал енді so much, so many-дан басқа біз such a деген құрылымды қолдана аламыз. Such a дәл солай so сияқты біздің жалпы эмоциямызды білдіреді және одан кейінгі болатын салдарды көрсетуге арналған. Оның формуласы өте оңай. Such a, оған сын есімді қоямыз және санауға келетін жалғыз түрде тұрған зат есім. It was such a great flight that we will definitely travel again. Біздің ұшқанымыз, flight деген жалпы процесс, ұшуымыз. Біздің сол жерге ұшқанымыз соншалықты күшті болды, біз сол авиалиниямен тағы да ұшамыз. Немесе тағы да саяхат жасаймыз, самолет арқылы. It was such a great flight. Such a great деген есте сақталып қалу керек сізде. Such a great flight. Such a деген тек қана санауға келетін зат есімдермен қолдануға болады. Ал енді санауға келмейтін зат есімдер болсашы. Мысалы, ауа райы, weather. Біз ауа райын санай алмаймыз, ешқалай бір ауа райы, екі ауа райы деп айта алмаймыз. Ондай кезде біз such қосу adjective және uncountable noun, санауға келмейтін зат есім
A деген артиклі керек емес. Естеріңізде болсын, A деген артиклі тек қана санауға келетін зат есімдермен. One, сіз затты one computer, one laptop, one mouse деп айта алсаңыз, A-ді қолданасыз, себебі A сол one-нан туындаған. Олай айта алмасаңыз, мысалы weather, бір ауа райы деп айта алмаймыз, ондай кезде қолданбаймыз. It was such terrible weather that we didn't go out at all. It was such terrible weather that we didn't go out at all. Ауа райының жаман болғаны сонша біз сыртқа шыққымыз келмеді. Неге мысалы сізде мынандай сұрақ туындауы мүмкін? Осыға дейін біз so немесе such-ды, so much, so many-ді өттік. Әсіресе so-ды. Неге біз мысалы so terrible weather деп айта алмаймыз? Айырмашылығы ол зат есімнің бар болуында. Бірінші сөйлемдерде бізде зат есім болған жоқ. So қосу adjective. The flight was so long. Ұшуымыздың ұзақ болғаны сонша, бұл жерде акценттің бәрі сол сын есімде. So-ды сын есіммен немесе үстеумен қолдануға болады. Немесе біз заттың көп па аздығы ба соны көрсету үшін so much, so many-ді қолданамыз. Ал енді зат есімге фокус болса, онда бізге көмектесетін such. Such a good flight, such a nice price. You're such a nice person дейміз. Бірақ so nice person деп айтуға болмайды. Себебі Мағжан is so nice деп айтсақ болады, себебі ондай кезде акцент зат есімде емес, сын есімде болады. Енді ары қарай кеттік. Көпше түрде тұрған зат есімдермен біз қандай құрылымды қолданамыз? Әрине such қосу adjective, қосу көпше түрде тұрған зат есім. There were such comfortable seats in the plane that my neck hurts now. Uncomfortable екен ғой. Сол шақта орындықтар сондай ыңғайсыз болды, менің мойным қазір ауырып тұр. There were such uncomfortable seats. Бұл жерде ешқандай артикль керек емес, себебі зат есім көпше түрде тұр. Қайталап өтейік, тез. Such a қосу adjective санауға келетін жалғыз түрде тұрған зат есім. Such adjective uncountable noun санауға келмейтін зат есім. Such adjective plural noun санауға келетін көпше түрде тұрған зат есім. Ал енді достар, бұл біздің мини грамматика сабағымыздың, қысқа сабағымыздың аяғы. Енді біз дәл қазір өткен тапсырмаларды, ережелерді есте сақтау үшін астыдағы тапсырмаларды орындап көрейік.